Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Мен бүгін сіздерге автомагистральды толықтай көрсететін боламын. Осы видеоны толықтай қараңыздар, көптеген ақпарат сіздерге берем. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Қош келдіңіздер автомагистральға. Ал енді автомагистральға кірген кезде осындай екі жолақ болады. Қалай ойлайсыздар? Оң жақтағы жолақпен жеңіл көлікпен кіруге бола ма? Әрине, сіздерге жүруге рұқсат етіледі, себебі бұл белгі сіздерге ештеңеге тыйым салмайды. Жүрісімізді жалғастырайық. Автомагистраль басталды деген белгі. Ал сіздерге сұрақ: автомагистраль қай кезде аяқталады? Жауабын комментарияға жазып кетіңіз. Ал енді тақырыпты бастайық. Жүріс жылдамдығы: ең төменгі жылдамдық 40, ең жоғарғы жылдамдық 140 болады. Көліктердің орналасуы: автомагистральда сіздер оң жақпен ғана жүресіздер. Сол жақтағы жолақтар тек қана басып озу үшін, кедергіні айналып өту үшін арналған. Және де автомагистральда солға және кері бұрылуға тыйым салынады. Аялдауға, шегінуге тыйым салынады. Аялдағыларыңыз келсе, жолдың оң жағында іргелес аймақ болады. Демалыс орын деген белгімен орнатылған. Сол жерге кіріп демалуларыңызға болады. Жолдың оң жақ шетінде сары жолтамба бар, тұтастамба. Ол аялдауға тыйым салынатын аймақты көрсетеді. Және де бұл жол шетін көрсетеді. Егер де мәжбүрлі болсаңыздар, мысалы көлік сынып, бұзылып қалып, немесе жолаушы, жүргізуші ауырып қалса, онда осы тамбадан толықтай оң жаққа шығып аялдауларыңызға болады. Көліктің артына авариялық белгіні 30 метр арқашықта орнату керек боласыздар. Осымен автомагистраль тақырыбы аяқталды. Егер де осы видеоны толықтай көрсеңіздер, сіздерге үлкен рахмет. Лайкты басып, комментария жазыңыздар, достар.